Жалпы бір күнде 24 сағат бар. Аллах саған 24 сағатты бір күнге арнап берді. Ал енді қара, мысалы, намаз оқуға жалқауланып желеу іздеп жүргендерге 24 сағаттың 8 сағатын ұйқыға кеткізсең, ар жағында сенде 15 сағат бар. Ал жалпы 5 уақыт намазды қосқан кезде жалпы 1 сағатты құрайды. Енді сен 15 сағаттың 1 сағатын Аллах үшін, Аллаға құлшылық қылуға арнай алмасаң, ертең Алланың алдына қай бетпен бармақшысың? Ойлан, досым, бұл өмір тым қысқа. Алла саған берген қысқа ғана ғұмырды ойын күлкімен емес, құлшылықпен өткіз.